Бұрын қорықтық, енді дамып келеміз. Бұл біздің уақыт. Бізде ғаламдастырудан қорқатын, содан сескенетін жағдай болды. Ол біздің мына Кеңес одағының тұсында тәуелсіздік жоқ кезінде. Жалпы тәуелсіздігі жоқ, бағынышты елдер бар, толып жатқан. Содан кейін өздерінің тілдерін, мәдениеттерін дамытуды қамтамасыз ете алмайтын, өздерінің ұлттық тіл саясатын жүргізе алмайтын аз санды халықтар, автономиялы елдер, ана ұлы елдің ішінде белгілі бір территорияны мекендеп, әрең дегенде өздерінің жойылып кетпеу үшін күн көріп отырған мемлекеттер бар. Ал оларға ғаламдастыру өте қиын. Олар ғаламдастыруға сен олар ілессең де ілесесің, ілеспесең бәрібір ішінде қосылып жойылып кетесің деген мағынада болады. Ал енді біздің қазір Қазақстанда жағдай тәуелсіздіктен кейін өзгерді. Бізде қазір біздің мемлекетіміз тіл саясатын толық қаржыландыруға мүмкіндігі бар. Ақша қаражат бөлініп жатыр. Жүздеген тілдің мамандарын, кадрын ұстауға мүмкіндік бар. 100-ден астам оқу орындарының кафедралары бар, мемлекеттік тіл кафедралары бар. Ал қазақ тілді мектеп жұмыс істеп жатыр. 40 мыңнан астам қазақ тілін сабақ беретін мұғалім бар. Осылардың күшіменен біз ғаламдастырудан ешқандай тайсалмай, жасқанбай, соның шарттарына соған сәйкестендіріп отырып, бүкіл өзіміздің тілді де, мәдениетті де, жалпы рухани өмірді бейімдей отырып, оны дамытуға мүмкіндік бар. Тек қана осылардың барлығын ғылыми түрде ойланып отырып, ақылына қарай, жалпы ғаламдастырудың талаптарына қарай сәйкес жүргізе білу керек.